арқылы салып алып, өздеріңізге алып кетсеңіздер болады. Осымен біздің осы заметки аяқталды. Келесі бұл жерде Google аккаунттары бар бізде. Google аккаунттары, Google'дың приложениелері бар. Chrome, Gmail, Photo, Google Play, Google TV, Meet, YouTube секілді көп функциялар бар. Бұның бәріне бір ғана аккаунтпен кіре салып, яғни Google аккаунтқа ең бірінші Googleға кіре салып, және де сол жерден мына иконканы бассаңыздар, өздеріңізге біз қазір белгісіз режимда кіріп тұр, соны войти арқылы өздеріңіздің аккаунттарыңызға кіріп алып, сол жерден жүргізе берсеңіздер болады, немесе кірмей-ақ осы жерден іздей берсеңіздер болады. Бұл жерде бізде қандай функциялар бар, сабақ барысында Google'ды қолдансаңыздар болады, сабақтарды видео ретінде көрсетуге YouTube'ды қолдансаңыздар болады. Сонымен қатар бізде митинг жүргізуге арналған осындай не бар. Meet бар, яғни Google Meet кәдімгі, бұл бізге установленный тұр уже, осы панельде уже бар бұл. Сондықтан қиындықсыз ешқандай Zoom, басқа да мысалы Teams секілді приложениелерге кірмей-ақ, осы сразу Meet'ті қолдансаңыздар болады. Тағы бізде Google Play бар, яғни сол жерден керек приложениелеріңізді, Android версиядағы приложениелеріңізді осы жерден скачать етіп алсаңыздар болады. Бірақ обязательно Google Play-ға кіру керек. YT үшін мысалы парольдеріңізбен бар жоғы логиндарыңыз керек, немесе телефондарыңызға код жіберу арқылы солай кірсеңіздер болады. Келесі басқа бізде қарапайым камера бар, яғни ол и функцияларсыз, өзі жай ғана ешқандай адамды распознавать етпейді, жай ғана камера ашылып тұрады. Сонымен қатар Gmail бар, яғни почта. Осы жерден почталарыңыздағы документтерге прямой кіріп, өз панельдің файлына сохранить етіп алсаңыздар болады. Осымен біздің шолуымыз аяқталды. Бұл жерде қарасаңыздар, сонымен қатар мына сол жағындағы бұрышта стилус жабыстыратын магнитик бар. Жұмыстарыңыз аяқтаған соң осы жерге жабыстырып қойсаңыздар болады. Осымен біздің T75 панеліне шолуымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойлаймыз.